мына тағамды мен үнемі чемпионның таңғы асы деп ойлайтынмын. Оны күнде таңертең өзіме де балаларыма да дайындап жүрдім. Бірақ бір күні қанттан бас тартуыма тура келді. Сол сәттен бастап әр тағамды мұқият қарап, мұнда қанша грамм қант бар деп ойлана бастадым. Біз көбінесе торт, бәліш, зефир, кәмпиттерді қанты көп тағам деп ойлаймыз. Алайда қант, нан, кетчуп, тұздықтар, сүтті коктейльдер, сусындардың, тіпті фитнес батончиктерде де бар. Мұның бәрі қанттың басқаша атаулары. Мына кеңестер салмақ тастауыма және денсаулығымды жақсартуыма көмектесті. Тағам сыртындағы жапсырманы мұқият оқыңыз. Қант көбінесе алғашқы 3 нәрсенің құрамында болады. Ботқалар, жемістер, қант қосылмаған йогурттар секілді табиғи және тұтас өнімдерді таңдаңыз. Тәтті тағамдар күнделікті жейтін азық емес, оны тек мерекеде жеу керек. Есіңізде болсын, қант азайтқан сайын энергияңыз тұрақтанып, көңіл күйіңіз жақсарады. Тәтті жегіңіз келмей, онда тағамға қантты емес, жеміс-жидектер, дәмдеуіштер мен жаңа дәмдер қосыңыз. Шынайы тәттілік денсаулық пен өмір энергиясында.